Привет дейміз. Привет. Қоблан, ұсой. Привет де. Пошью. Привет дейді мен қызым. Короче, ананың бетіндегі каламин беді дұрыс па? Сондай шақтым. Жақсы екен. Зеленкіден 1000 есе жақсы екен. Баламкі жарау күткен еді оны, мына жері әлі жарамын. Балам көрсетші. Мына жері. Зеленкі жақпаңыздар. Зеленкі деген жауға болмайды екен. Лучше мынандай каламин не жағыңыздар. Кеше төгіп қойды баламше. Қайтадан барып алып келдім бүгін. Ақшамыз көп қой. Сол далада жүрміз қыдырып. Біраз далаға жүргізіп, сосын үйге барып ұйықтаймын деп далаға шықтық. Былай тұрса әдемі екен де фон. В общем, зеленка жағудың қажеті жоқ дейді. Сосын шомылдыруға болмайды деп айтып жатыр еді ғой. Ана доктор Комаровский деген бар, білетін болсаңыздар, украинский педиатр. Сол ютубтан іздедім, короче, шомылдыруға бола ма, болмай ма деп сөйтсем, біреу сұрап жатыр да, можно купать деп сөйтсе. Не можно, а нужно дейді. 4 сағат сайын жуындырып тұру керек екен баланы. Сол тағы не айтайын дегенім. Зеленка жақпаңыздар, каламин лучше жағыңыз. Кәдімгідей қызым қасынып, мына жағын бәрі қызартып, қып-қызыл болып, дәу-дәу болып, бөртіп, ісіп, раздражение болып баратқан еді, жаққанен бірден басып тастады. А баламкі мына жерлерін бәрі байқұс балам жара болып кетіп еді. Петрянка ғой обычный, ештеме қылмайды ғой деп мен. Онша мән бермеген ғой, сөйтсем. Айтқандай шырамды қалып кетеді екен. Жаңағыдай қасып қатты не қылсашы. Баламда шырамдар арқаларында сәл бар. Оған атығанда еді. Бір майз алдым 3600 теңгеге. Бағана барып өзім алып келдім. Каламинмен бірге қосып. Майздың аты, ұмытып қалдым, аттар қиын ғой. Германский майз. 20 граммдық кішкентай ғана нендей. Соны жақсан сол кетіреді екен. Бірден кетіріп тастайды. Рубец, в общем, угрилардан іздер қалады ғой, қотыр-қотыр болып. Соның бәрін кетіреді екен, күшті кетіреді деп мақтап жатыр. 99% жақсы отзыв. Сон мынағанда жақып көрем деп жатыр. Бірақ бір-екі жақтан кетпейді екен, уақыт керек екен, көп уақыт жағу керек екен. Сондықтан жағатын боламыз, асықпай. Баламның да үстіне түнде жатарда ұйықтар кезде жағу керек дейді, жақсы сол кезде. В общем, әсер етеді ма сондай. Сол түнде жағып қоям балама. Мына жерлерінің жара болып, дәу болып кеткен, өзі қасып, инфекция түсіріп тастағаннан кейін. Осы жерлерінде бар, кішкентай тыртық. Соған жағам. Орны қалғанда енді. Соған жағам, айда дейтін алар. Айда үйге барамыз дейді. Сол достар, айтайын деген ғой. Мен айтып атқан себебім, біреуге болмаса біреуге көмегім тисе, пайдам тисе деген ой ғой менде. Сіздерге ше, баланы құры босқа қинамаңыздар. Баланы байғысты. Айкөркеннің ісі-бісіп раздражение болып кеткендерінің бәрі басылып қалған әдемі болып. Ешқандай жері жара болмай, сондай болып тұр. Сол үшін ақша деген кете береді ғой, жетпейді ол өмірі. Ақша деп аямай, бала үшін аямаңыздар, қинамаңыздар балдарды. Қазір 21 ғасыр ғой, баяғы зеленка, баяғы нелердің уақыты өтті ғой қазір. Қазір жақсырақ нелер бар, жақсырақ дәрілер бар. Тезірек қайтарады, бала қиналмайды, қышынып, да? Қызым вообще қышынбай қойды. Оның үстіне фенистил беріп жатырмын. Фенистил 10 капля бересіздер, күніне 2 рет деп айтты. Мен суткіге бір 3 рет, 4 рет беріп жатырмын. В общем, сол қышынып, сөйтіп нетпейді, тыныш ұйықтайды. Ибуфен беріп жатырмын, тоже денені сылқылдатып, ауырытып, сөйтеді екен ғой. Температура кішкене көтеріліп жатыр, қатты емес, сол температура көтерілген кезде ибуфеннен де беріп жатырмын. Жақсы ойнап, аппетит ашылып, ұйықтап, в общем, жағдай жақсарып жатты. Балдарыңызға кішкене көмек беріңіздер, қиналмасын. Сол, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Пока-пока. Қыздар,
жігіттер, қыздар, қазіргі таңда эпидемия көп жүріп жатыр ғой, осы именно ветрянка көп шығып жатыр, үлкендерге де, кішілерге де. Сондықтан әсіресе кішкентай балдарға, үлкендерге білесіздер ғой, қиындау болады шыққан. Сол үшін таблеткалар болады өзініңші, оны врачпен жаңағыдай не қылып етпесеңіздер, ол үлкен кезде шыққан опасный. Сондықтан мұқият болыңыздар. Кішкентай балама, қызыма мынаны жағып жатырмын. Каламин. Кешегі көрсеткенім басқаша еді. Ол да екеуінің несі көмегі бірдей деп жазып жатыр. Сол аптекадан алдық. Ол кешегісі қалмады деді. Оның да бағасы 3240 теңге еді. Мынаусы да 3240 теңге екен. Разница бар. Разницасы кешегісі су сияқты сұйық еді. Мынаусы қою екен. Прямандай густой сметана. Мынау жаққанға өте ыңғайлы екен. Мынаусы. Бұның да әсері сондай, қышытпайды, мүлдем денесін, раздражение бермейді, істпейді, жаңа жарасынша орын ешқандай су қойғып, су шығады ғой, соны кептіріп тастайды. Өте жақсы каламин. Өтініш зеленканы алғанша мынаны алып жағыңыздар. Мынау өте көмек, бала тыныш ұйықтайды. Балдарыңызға бәрі кім баласына жан ашмайды, жақсысын алуға тырысыңыздар. Сол үшін мынау фенистил. Бұны күніне, маған врачтың айтқаны бойынша, күніне 2 рет 10 каплядан бересіз деді. Мына қасыққа неғып берем, өзі ыңғайлы осымен 10 капля құйып берем, ішіп алады, тоже қышынғанын басады. Бұл аллергияның дәрісі, бірақ ветрянкада қышынғанда тоже көмектеседі. Ал кез келген шрамдарыңыз болса, рубецтер, одан кейін жаңа угрилардың орны қалған болса, ветрянканың үлкен адамдарда орны көбірек қалады екенші, ветрянканың. Сондай орындарға осын жақсаңыздар, сразу қайтарады екен. Сразу болғанда тоже курс лечения керек та. 1-2 рет жағып, результат болмаса, ой, болмайды екен деп қоя салмай, жағып көріңіздер. 99% отзыв өте жақсы. Мен анда кетірді, 20 жылдық, 30 жылдық шрамны кетірді деп жазып жатқандар көп, кәдімгі адамдар комментарийдің астында. Контрактубекс, дұрыс айттым ба? Германский 20 грамдық, сосын 50 грамдығы бар екен. 20 грамдығының өзі көпке жетеді. Мен уже көзіме жағып көрдім, иісі де әдемі, жағымды, силикон сияқты прозрачный не болады екен ішінде. Жақсы, 2025 жылға дейін деп қойған срок годности. Срок годностьқа аптекаға барғанда білесіздер ғой, міндетті түрде қарап алу керек. Мынау 24 жылға дейін фенистил. Бұл да жаңа алдық. Көп аламыз фенистилді біз Өйткені аллергия, мынау үйде постоянно тұрғаны жақсы дашы. Мынаны срок годностьтен көрмеппін, бірақ 22, 31, 10 ай дейді. Сентябрь, октябрь ғой, октябрь айының 31-не дейін дейді. Шығарылғаны шығар мынау? Дата изготовления. Шығарылғаны екен, бәсе. 22 жыл деп тұр ғой. Осылай. Мен әр уақытта балдарым қандай не қылса да тісі шығып атқан кезде де анандай майыздар алып жеңілдететін, деснаға жағатын етіне. Сондайлармен көмектесем, өйткені бұрынғы заман жоқ қой қазір. Қазір 21 ғасыр, қазір барлық нәрсе бар, бәрін жеңілдетуге болады. Балдарыңыз қиналса кішкене ауруын басуға болады. Сол үшін білмеймін, енді өз баласынан аямаймыз біз. Бауыржан да сол сөйтіп жеңілдетуге ауруларын тырысамыз. Алла балдарымызды, бала-шағаларыңызды ауыртпасын. Ауырған деген ең жаман нәрсе ғой, аман болсын, ойнап күліп жүрсін, бұзық болса да, басқа болса да, ауырмаса болды. Солай, достар. Рахмет, зер салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біреуге болмаса, біреуге пайдасы тиіп жатса, осы кеңестерімнің нұр үстіне нұр болады. Шын көңіліммен, адал жүрегіммен, кәдімгі жаным ашып, маған бәрібір кімнің баласы болса да, қандай бала болса да, балдарға жалпы жаным ашығаннан кейін
В общем, айтып жатырмын, өзім балдарыма не қалай тілесем, солай барлығының балдарына солай тілеймін. Балдар ауырмасын әлемде, бүкіл дүние жүзі бойынша балдар бақытты болсын, жыламасын, солай. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Айтпасам, айтып кетпесем болмайды осы жерде. Жаңа шомылдыруға болады деп айттым ғой, иә. Шомылдыруға болғанда мочалкамен езіп, душтың астында бүйтіп ана үстіне құйып шомылдыруға болмайды, өйткені жарасы болса травмировать етуге болмайды. Если шомылдырғанда да денесіндегі жаңағы нелері воспаление болып кетпесе, асқынып кетпеген болса, болады шомылдыруға. Онда да ванна тазикке ма, ваннаға ма суға марганцовка слабый қылып араластырып, немесе кішкене сода, тоже қышытқан раздражениесін қойдырады екен, кішкене сода қосып, немесе кішкене тұз қосып, не болмаса ромашка қосып, азғандай, тоже көп анандай нетудің қажеті жоқ, азғантай. Негізі доктор Комаровский айтты, сода қосқан жақсы депші, кішкене ғана, қатты емес, ана зуд, қыштып, неткенін бәрін қойдырады екен. Соны айтайын дегенім, сосын мочалкамен, сабынмен ешқандай терет етпейсіздер үстін, просто суға отырғызып, ойнатып, кішкене, енді бір апта болады, кейбіреулерде 2 апта болады, шомылмай жүргенде болмайды ғой. Баламды шомылдырамай, тоже ол вообще қышынып, терлейді. В общем, қазір күн ыстық болатыр. Сол үшін жаңағы қателік істер, мен көп адам шомылдырма деп. Бүгін қызымды Алла бұйыртса кішкене суға түсіріп, мына денесі демалсын депші, сөйтіп шайындырып алайын деп жатырмын, Құдай қаласа. Соны айтайын деген едім. Жалпы бәрін айттым ғой, жаңағыдай суға не қылам, ешқандай сабын, шампунь, ештеңе қолданбаймын. Солай достар, видеоны аяғына дейін көріңіздер, өте маңызды ақпарат, маңызды не бар. До конца көріңіздер сол үшін. 12 жастағы бала асқазан рагына шалдығып, асқазанын алып тастап, прямой жалғап қойған. Міне сол баланың мамасының құрбысы келді өткенде, енді қатты қиналып жатыр дейді. Дәл қазір тек қана дәрімен, химиямен ұстап отыр дейді. Ал енді мамасы айтады дейді, осы баланың түбіне жеткен мынау чипсы и мынандай кирешки деген нәрселер. Яғни өздерінің магазині бар екен. Енді магазин болғаннан кейін балдары өздері сол жерде жүріп, жей берген осындай бәле-батырларды нәтижесінде раковый клеткалары оянып, онкологиялық ауруға шалдыққан, яғни асқазан рагына шалдыққан. Құрметті достар, құрметті қазақстандықтар, әрбір қазағым, біле жүріңіздерші, мынандай қазіргі химиялық заттарды көп жейді. Жастар, тіпті жас ата-аналар кішкентай баласына да қасына отырғызып қойып беріп жатқанын талай көрдік. Міне бұл чипсидің құрамында, барлық чипсидің құрамын қарасаңыздар, құрамында міне Е621, Е627, Е631. Яғни өте ауыр раковый клеткаларды оятатын химиялық тағамдық қоспа. Міне мына кирешкиді қараңыздар. Құрамы қаяқта құдай қойған. Е621, Е319, Е627, Е631, Е330, Е262. Яғни Е деп таңбаланған, емен таңбаланған, Е кодымен белгіленген тағамдық қоспалар өте зиянды денсаулыққа, қанның құрамын құртып жібереді, гормондардың тепе-теңдігін бұзады және де раковый клетканы оятады. Сосын міне мынандай сыр. Осы сырды жейтін кісілер бар ма жалпы? Бұның құрамына келетін болсақ, Е331, Е450, Е452, Е1422. Құдай-ау, мынау деген бүйтіп тұр. 4 очкимен көретін қойып қойды, қандай жазып қойыпты. Көріне ма? Міне, осы Е деген тағамдық қоспалар бар дүниелер қазір раковый клеткаларды оятып, не бір мынау
асқазан, жалпы мынау ішектегі, бауырдағы мынау рак клеткаларының оянуына себепші болып отыр достар. Егер мынау балдарыңызға жандарыңыз ашса, өздеріңіз денсаулықтарыңызға жандарыңыз ашса, құрамында Е деген заты бар нәрсені жемеңіздер, ішпеңіздер.